Ақтөбе қаласы нөмірі 35 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Кенжеголова Гүлмира Айнашевна. Саламатсыздар ма? 11 класстағы қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бұл сабақта Мағжан Жұмабаевтың ауылға келген мұғалім атты әңгімесі бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тақырыпты таныстыра отырып, өз ойларын жүйелі жеткізуге дағдыландыру, мәтіндегі етістіктерді тауып, шақ түрлеріне ажырату. Балалар, Мағжан Жұмабаев туралы бейнебаянды көру арқылы сабағымызды жалғастырайық. Қызылжар өңірі Сасықкөл жағасында Әбілмағжан атты ұл саудагердің шаңырағында дүниеге келеді. Атасы Жұмабай қажы оны Мағжан деп еркелетіп, сол өңірдегі зиялы молдаларды оқытады. Есейе келе Мағжан медреседе оқуын жалғастырып, Фирдауси, Сағди, Хафиз, Омар Хайям, Низами, Науаи секілді шығыс мәдениетінің жауһарларымен танысады. 15 жасында қазақ ғұламасы Абайдың шығармашылығына тәнті болып, атақты ақын сөзі алтын хакім Абайға деп өлең жазады. Тіпті сол жылдары Уфадағы атақты Ғалия медресесінде бірер жыл оқып, сол жерде ұлттық түркілік болмысын қалыптастырады. Алайда Мағжанның оқу мәселесінде қиындықтар туындайды. Болыстық жолға түспей, әлеуметке бет бұрған ұлына әкесі көмектесуден бас тартады. Өз көзқарасынан айнымаған Мағжан Омбыдағы мұғалімдер семинариясын бітіріп, небәрі 19 жасында Шолпан атты алғашқы өлеңдер жинағын шығарады. Мағжан қазақ даласында болып жатқан саяси жағдайларға белсене араласып, Балапан, Шолпан, Сана, Ақмола туы, Қазақ газеті секілді газет-журналдарда қызмет атқарады. Мектеп оқушыларына, мұғалімдерге арнап, педагогика, бастауыш мектепте ана тілін оқыту жөнінде еңбектерін жариялайды. Кейін Мәскеуде жоғары әдебиет көркемөнер институтын оқып бітіреді. Ол жерде орыс, Еуропа әдебиетін зерттеп, орыстың мәдениет қайраткерлерімен достық қарым-қатынаста болады. Михаил Лермонтов, Александр Блок, Максим Горький шығармаларын, Иоганн Гете мен Генрих Гейне поэмаларын қазақ тіліне аударған. Университетте шығыс тілдері бойынша сабақ береді. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы секілді қайраткерлермен байланыс орнатып, Алаш идеясын қолдады. Сол кезеңнен бастап Мағжанның шығармалары орынсыз сынға ұшырап, оның жырларын теріске шығаратын қаулы қабылданды. Оның шығармашылық одақ құрсам деген арманы сәтсіздікке ұшырап, жасырын ұйым құрған үшін деген жалған айыптаумен 10 жыл Мәскеуге абақты қайдалады. Орыс қайраткерлері Максим Горький мен Пешкованың араласуымен Мағжан мерзімінен бұрын бостандыққа шығады. Алайда бір жыл өтер өтпестен халық жауы деген жала жабылып, Мағжанның шығармалары дүкендер мен кітапхана сөрелерінен алынып, еңбектері түгелдей өртеледі. Қазіргі уақытта Мағжан Жұмабаев толықтай аяқталып, ұлт болашағы үшін құрбан болған боздақтардың қатарынан табылды. Оның шығармашылығы қайта зерттеліп, білім және мәдени ошақтар, көшелер мен елді мекендер ақынның есімімен аталған. Ақынды құрмет тұтатын Түркия елі 2018 жылды Мағжан жылы деп жариялап, оның өлеңдерін түрік тіліне аударып, жинақ қылып шығарды. Қазақ поэзиясының дүлдүлі, көрнекті қайраткер, ұлт мақтанышы Мағжан Жұмабаев ел есінен ешқашан өшпейді. Балалар, бейнебаянды қарадыңыздар. Енді сол бейнебаяннан Мағжан Жұмабаев туралы алған мәліметтеріңізден ассоциация жасаңыздар. Ассоциация жасап болсаңыздар, ауылға келген мұғалім мәтінін тыңдайық. Ауылға келген еуропаша киінген сұңғақ бойлы Ахметен деген аққұба жігітті Мағжанның әкесі Бикен ізетпен қарсы алады. Қой сойып қонақ етеді. Ат үстінде Ахметен өзінің башқұрт жігіті екендігін баяндайды. Бұл хабар Бикеннің де, Гүлсім апайдың да құлағын елең еткізеді. Балаларына мұғалім керек еді. Сөйтіп Ахметен Бикен ауылының мұғалімі болып орналасады. Бикен мектепке арнап жеке отау тігіп береді. Мектептің іші тақта, үстел, орындық, бор, дәптер, қалам сияқты барлық керекті заттармен жабдықтандырылады. Сонымен Бикеннің үйінде ашылған мектепте оқу басталады. Әттең, не керек? Ересек балалар оқуға еркін кіріскенмен 4 жастағы кішкентай Мағжанды сонда ешкім есіне алмайды.
Дегенмен 3 жасында атасы Жұмабайдан менің атымды осы немерем түбінде әлемге әйгілі ететін болады деп бата алған кішкентай Мағжан қарап отырмайды. Әуелі мектептің есігінен сығалап жүреді. Бірнеше күннен соң босағаның жанына барып отырып алады. Ол мұғалімінің бір сөзін де босқа жібермей тыңдап ұғып алуға тырысады. Кішкентай баланың бұл қылығын ересек балалар көріп күле бастаса, мұғалім қайран қалады. Бір күні мұғалімнің тақтаға жазған сөздерін Мағжанның үлкен ағасы Мүсілім дұрыстап оқи алмай тұрады. Сол кезде кішкентай Мағжан қол көтеріп, мұғалімнен рұқсат алады да тақтаға жазылған сөздерді судыратып оқып береді. Сонда Ахметжан мұғалім жас баланы қолынан ұстап жетектеп әкеледі де ең алдыңғы партаға отырғызады. Бүгіннен бастап Мағжан, сен де менің шәкіртімсің дейді. Сөйтіп 4 жасар Мағжан мектеп есігін ашады. Мұғалім негізінен өзінің шәкірттерін шығыс тілдері мен әдебиетіне бейімдеп оқытса керек. Анда-санда есеп пен жағрафияны үйретеді. Осылай хат танып алған Мағжан оқу білімге қызыға түседі. Қолына түскен қисса дастандарды оқи бастайды. Баланың оқуға ынтасы зор екенін көрген әкесі Мағжанды Қызылжардағы медресеге оқуға береді. Ол мұнда 4 жыл оқып, мұсылманша орталау білім алады. Арабша, парсыша, түркше үйренеді. Оның ақындық талантының ояна бастағаны да осы жылдар еді. Бірінші тапсырма. Тыңдалым мәтіні бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазыңыздар. Алдымен жинақы мәтін құрастыру жолдарын есімізге түсірейік. Бірінші жолы мәтінді мұқият оқу және негізгі қосымша ақпараттарды анықтап, қосымша ақпараттарды сызып тастау. Екінші жолы негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді, сөйлемдерді белгілеу арқылы құрастыруға болады. Үшінші, автор ойын, баяндау желісін сақтай отырып, мәтіндегі негізгі ойды ықшамдап жазуға болады. Және мәтін түпнұсқасының сілтемесін көрсетуді ұмытпаңыздар. Келесі тапсырманы орындамас бұрын етістіктің шақтарын есімізге түсіріп алайық. Сөйлеп тұрған сәтке байланысты қимылдың өту кезеңін білдіру етістіктің шағы деп аталады. Етістіктің осы шақ, келер шақ, өткен шақ деген түрлері болады. Осы шақ сөйлеп тұрған кезде болып жатқан қимыл іс-әрекет. Мысалы, Мағжан сабақ оқып отыр. Келер шақ сөйлеп тұрған кезде әлі болмаған, бірақ кейін болуға тиісті қимыл іс-әрекет. Мысалы, Мағжан ертең сабаққа бармақ. Өткен шақ сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып кеткен қимыл іс-әрекет. Мысалы, Мағжанның әкесі мектепке арнап жеке отау тігіп берді. Екінші тапсырма. Мәтіндегі етістіктерді тауып, қай шақта тұрғанын ажыратып, кестеге салып жазыңыздар. Электронды хат әдісі. Бүгінгі сабақтан не ұнады және нені өзіңе түртіп алдың? Немесе сұрақтарыңыз болса, қалаған әлеуметтік желі арқылы хабарлама жіберіңіз. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.